Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан салаттардың бірі хан салаты немесе чучел салаты деп аталатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салат үшін бізге қажетті заттар: чучел, қызанақ, шұжық, ірімшік және тұздалған қияр. Әрине міндетті түрде майонез қажет болады. Барлық ингредиенттерімізді кезегімен турап аламыз. Сырды үлкендеу етіп, төрт бұрышты етіп турағандарыңыз жақсы, өйткені салатта солай өте әдемі көрінеді. Сырдың барынша жақсы және қатты түрін алғандарыңыз жақсы, өйткені бұл салаттың дәмін келтіретін ерекше ингредиенттердің бірі осы сыр. Барынша төрт бұрышты және үлкендеу етіп турасаңыздар, салаттарыңызда өте әдемі көрінеді. Сырдың барын турап алған соң ыдысымызға салып аламыз. Шұжықтарды да барынша үлкендеу етіп тұруға тырысыңыздар. Егер сіздерге үлкендеу болғаны ұнамаса, осы көлемді екіге бөліп турасаңыздар да болады. Ал қызанақтардың барынша майда, етті және сусыз түрін алған дұрыс. Өйткені бұл салатта майонезбен араласқан кезде салат тым жұмсарып кетеді. Қызанақтарды да барынша өзіңізге ыңғайлы етіп турап алыңыз. Дайын тұздалған қиярымызды да осы құрамға саламыз. Осымен барлық заттарымыз дайын, тек чучелдарымызды талдап аламыз. Негізінде пекинский капуста немесе салат жапырақтарын қоссаңыздар тіпті керемет болады. Менде ол болмағандықтан аз көкті қостым. Бұл салатта тұздың мөлшері өте жоғары болғандықтан біз артық тұз салмаймыз. Майонез барлық жерге жақсы тиетіндей етіп араластырып, тірілгілерімізге саламыз. Міне осымен өте оңай тез дайындалатын салатымыз дайын. Достар, байқағандарыңыздай салат өте тез дайындалады және тойымды салат, кез келген дастарханның көркін ашады. Рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздерді арнамда күтемін. Және басқа да жаңа рецепттерімді жіберіп алмау үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз.